Сәлеметсіңдер ме? Бүгін менің шәкіртім Ерхан, мен зерттеушімін байқауына қатыспақшы. Сәлеметсіз бе, Ерхан? Сәлеметсіз бе, апай? Ерхан, бүгінгі біздің зерттейтін жобамыздың тақырыбы ғажайып субұрқақ деп аталады. Ерхан, осы субұрқақ туралы сен не білесің? Сәлеметсіңдер ме, достар? Субұрқақ сөзі латын тілінен аударғанда бұлақ деген мағынаны білдіреді. Бұлақ жер астынан атылып жатады. Оның себебі су жер бетінен қысыммен шығады. Адамдар кейіннен жасанды субұрқақтар жасаған. Субұрқақтарды сәндік үшін пайдаланған. Мен де болашақта өскенде туған ауылымда әсердігі үшін мен де субұрқақ жасаймын. Бүгінгі менің зерттеу жобамды жасау үшін қажетті заттар пластикалық баклажка, пластикалық тәрелке, тескіштер, әртүрлі құралдар, жасанды шөптер, субұркетті мотор, және де жасанды жарық, және су, және де тастар керек. Ой, жарайсың, Ерхан. Субұрқақ туралы көп мағлұмат біледі екенсің. Енді зерттеу жұмысымызды бастайық. Ерхан, бастамас бұрын біз ең бірінші нені сақтауымыз керек? Қауіпсіздік ережесін. Жарайсың, Ерхан. Біз әуелі қауіпсіздік ережесін сақтауымыз керек. Ендеше мен саған көмектесейін. Екеуміз бірігіп, субұрқақтың жасалу жолын зерттейік. Бастаймыз ба жұмысты? Ең бірінші пластикалық ыдысты аламыз. Оның бүйірін мынандай ыстық тескішпен тесіп шығамыз. Бұл ыстық тесікпен тескеннен кейін не шығады? Тесік шығады, е? Тесік шығады. Бұл тесікке нені кіргіземіз? Мотордың түтікшесін. Мотордың түтікшесін кіргіземіз. Өте тамаша. Енді бұл түтікше арқылы ыдысқа не құйылады? Су құйылады. Енді жоғары жағын мынандай үшкір инелермен тесіп шығамыз, е? Ал бұл тесік не үшін керек, Ерхан? Су атқылау үшін. Су атқылау үшін керек екен. Өте тамаша. Келесі ыдысымызды дайындау үшін біз пластикалық ыдыстың түбін қиып аламыз. Оған не саламыз? Тібет. Жасанды жарық саламыз. Бұл жасанды жарықтың қауіпсіздік ережесі үшін осы ыдысқа салып қояды екенбіз. Солай ма? Енді осы ыдыстың үстіне біз пластикалық ыдысымызды саламыз, е? Және кәнекей салағы, саламыз. Енді оған нені жалғаймыз? Мотор. Моторды жалғаймыз, е? Кәнекей жалғай ғой. Түтікшеге кірді ма? Өте тамаша. Міне моторлы насос не үшін керек бізге? Су жіберу үшін. Дұрыс, су жіберу үшін. Судың қысымы жайлап көтерілген кезде мына тесікке келгенде су не істейді? Атқылайды. Атқылайды екен, өте тамаша. Мінекей біздің пластикалық ыдыстарымыз дайын болды. Енді жасанды шөптермен астындағы ыдысымызды әсемдеу үшін біз жасанды шөптермен әсемдеп шығайық. Ол үшін мен қазір ыстық желімді жайлап жағамын, ал сен не істейсің? Жайлап шөптерді жабыстырамыз. Қазір мен саған ыстық кілем істеп боламын. Сен шөппен алып, қолыңды күйдіріп алмай, жаймен жабыстыра бер. Араластырып жабыстырамыз, е? Ой, Ерхан, көрдің ба? Біздің жасанды шөптеріміз әдемі болды. Енді осы субұрқақтың астындағы ыдысқа не саламыз? Тастар. Әдемілік үшін тастар салайық. Шамалап тастарды сала ғой. Шамалап салайық. Шамалап сала ғой. Саламыз. Саламыз. Тамаша. Жарайды. Енді не істейміз, Ерхан? Енді мына пластикалық ыдысқа су толтыру үшін біз мына ыдысқа не құямыз? Су, кәнекей, екеулеп құя қояйық, е? Саған көмектесейін. Кәнекей, көтерейік. Көтереміз. Су толғанша құямыз. Неке, Ерхан, біздің астауымыз су толды, мотор асты. Енді не істейміз мына ішіне су құю үшін? Моторды қосамыз. Моторды қосамыз. Су аттан. Керемет. Вау, керемет. Қандай күшті шықты. Біздің субұрқағымыз дайын болды. Енді әсемдік үшін біз нені қосамыз дедік? Нені қосамыз дедік? Жарық. Жарықты қосамыз дедік. Енді кәнекей жарығын қосайық. Керемет. Қандай күшті. Вау, керемет. Біздің субұрқағымыз әдемі шықты. Не дейміз, Ерхан? Сау болыңдар. Сау болыңдар, достар.